Атауынан мән кеткен көшелер азаяр емес. Мағынасы тұманды, мазмұны күмәнді көше аты көп көне шаһарда. Тараздағы 1416 көшенің тең жартысы ескі атаумен келеді. Қазіргі таңда оның 141-і жаңартуға ұсынылған. Рысалы Дәуренбек қаланы аралады, атауларды саралады. Өзгерту керек. Mesela автомобиль. О жерде бір завод болса екен шығарып жатқан, болмаса бір моторный цех болса екен. Мысалға бір атақты бір кісілер, еңбек ардагерлер болса, бір соғыс ардагерлерінің аттарын қойсам мен қош көрем. Біз көзіміз шалған көрсеткен жаңағы кадрлер жолай кездестірген көше атаулары болады. Не мән жоқ, не мағына жоқ. Солардың біреуі мінекей қазір көзіміз шалып тұрған Казакова көшесі. Бұл көшелер жақын арада жөндеу көрмейтін яки ауыспайтын секілді, себебі бұған дейінде өзгертіліп, тақтайшалары жаңартылған, ал мамандар бұған не деп жауап берер екен? Идеологиялық ескірген және мән мағынасы жоқ көше аттарын кезең-кезеңмен өзгерту басталған. Қазірде 20-дан астам көшеге жаңа атау берілген, тақтайшасы енді өзгереді. Енді қазір 22 көшенің жұмыстары жүргізіліп, мамыр айында Тараз қаласы әкімінің және мәслихаттың шешімімен республикалық ономастика комиссияға жіберілген болатын. Жаңа айтып тұрған Крупская деген көшеңіз, ол 22 жылы мәңгілік ел болып ауысып кеткен. Ал автомобиль деген көшеңіз өткенде осы биылғы жылы оған Мейіржан Аймановтың көшесінің аты ұсынылып, республикалық ономастика комиссияға жолданған болатындығын. Брат деген көше бүгінгі күнде жоспарымызда бар. Алдағы уақытта осындай атау, мағынасы жоқ атаулардың барлығы өзінің жаңа атауымен ауысады деген жоспарымыз жүр. Көше атауларының идеологиялық мәні бар. Сондықтан өңірдің тарих, мәдениет, әдебиет, спорт және осындай салаларда еңбегі сіңген тұлғалардың, алаш қайраткерлерінің есімдері міндетті түрде беріледі. Мән мағынасы жоқ қысқа көшелерде бейтарап жер су аттары мейлінше алынып тасталынады. Рысалы Дәуренбек, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.